Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Әупілдектің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде Мұса пайғамбар бір түнде қауымын жинап Мысырдан қашып шығады. Перғауын әскер алып соңынан қуады. Қызыл теңізге тірелгенде Алла Мұсаға асаңмен теңізді ұр дейді. Мұса теңізді ұрғанда су екіге жарылып, бұлар арғы жағаға өтеді. Перғауын да бүкіл әскермен теңізден өтпек болады. Жарты жолға жеткенде теңіз қайта жабылды. Самсаған қол суға батып кетеді. Тәңірі тағала құдіретімен Перғауынның бүкіл әскерін итбалыққа айналдырып жібереді. Ал өзін әупілдек деген құсқа айналдырыпты. Сүлеймен патшаның қазынасы өте мол болыпты. 7 қат жердің астын, 7 қабат таудың қойнауын толтырыпты. Сүлеймен сол қазынаны әупілдекке күзеттіріп қояды екен. Әупілдектің тұрпаты жұдырықтай болғанымен даусы жер жаһанға жетіпті. Оның үнінен сескеніп, қазынаға ешбір ұры жоламапты. Сүлеймен өмірден өткесін басқалар әупілдекті ұмытып кетіпті. Сонда ол дүниеден баз кешіп оңаша көлге барып жасырынады. Содан бері ол құс ешкімнің көзіне түспейді екен. Тек ел ішінде Сүлеймен пайғамбардың күзетшісі деген аты ғана қалыпты. Әрі қарай әупілдек туралы қызықты мәліметтер. Әупілдек немесе көл бұқалар туысы еске қайықты құстар отрядының құтандар тұқымдасының туысы. Өзен көл жағасын қалың қамыс арасын мекендейді. Қанатының ұзындығы 32-35 см, салмағы 900 грамм. Жемін аулауға түнде шығады. Бақа, итшабақ, ұсақ балықтар және су жәндіктерімен қоректенеді. Көбейер кезде ғана жұптасып, басқа уақытта жеке тіршілік етеді. Жыл құсы. Жемсауына су толтырып алып, қайта шығарғанда ерекше дыбыс естіледі. Әупілдек деп атануы осыған байланысты екен. Ақмола облысында Әупілдек деген көл бар. Көлдің атауы осы әупілдектің сол жерде мекендеуінен шықса керек. Ауыр жүкті батпандай, арқалап бір жатқандай, әуп-әуп дейтін кешқырым, әупілдектің ешбірін. Көрмегенмін мен бірде, болса да бұл өңірде. Даусымен айбынды, жаңғыртады айдынды. Сондықтан біз әупілдек ойлаушы едік дәупілдеп, сөйтсек өзі құс екен, даусы ғана күш екен. Қадыр Мырза әлі. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.